Бала ұйқыдан оянады, ол қатты таңғалып бүкіл әлемнің өзгеріп кеткенін байқайды. Кеше көзілдіріксіз жүре алмайтын адам бүгін оны тағып қараса бұлдыр болып тұрады. Ол көзілдірігі сынып қалды ма деп ойлайды, бірақ айнаға қараса ауыз ашылып таңғалады. Кеше ғана сүйектері көрініп тұрған арық денесі бүгін бұлшық еттерге толып сызықтары көрініп Шварценеггердің денесіндей болып кеткен. Ол бір-ақ секірумен 3 метрлік баспалдақтан қарғып өтеді, ал жүгіру жылдамдығы болса тіпті Мбаппеден де мықты еді. Ол мектеп автобусын жеп-жеңіл қуып жетеді, бірақ өзін қатты таңғалдырған сәт алақанын постерге тигізген кезде оның жабысып қалғаны болды. Ол алақанын зорға дегенде ажыратып алады, бірақ алақанына қарайды да Питер бірдеңенің өзгергенін түсінді. Сол күні түскі ас кезінде Питердің жанынан мектептің аруы Мария өтіп кетеді. Ол еріксіз басын көтеріп жайлап соған қарайды. Сөйтіп оның артында жатқан кішкентай май қалдығын байқап қалады. Келесі сәтте Марияның айқайы басталады. Ол құлап бара жатқан сәтте Питер орнынан атып тұрып оны қағып алады да сөйтіп оны құтқарады. Бірақ бұл сәтте қуанып үлгермей жатып кенеттен қолына жабысып қалған шанышқыны байқайды. Оны сол қолымен әрең ажыратып алған сәтте білегінен бірнеше өрмек жіптері созыла бастайды. Ол қолын созған сайын одан да көп өрмекшін торлары тәрелкеге жабысып қалады. Бақытына орай бұл көріністі ешкім де байқамады. Питер жіптерді шапшаң тартып қалады. Күтпеген жерден барлық заттар оның артында отырған мектептің бұзақысының басына барып жабысады. Жағдайдың ушығып кеткенін байқаған Питер орнынан атып тұрады да асханадан шығып қашып кетеді. Бірақ тәрелкеге жабысып қалған өрмекшінің жіптері оның қайда кетіп бара жатқанын көрсетіп тұрған. Мұндай қорлыққа шыдай алмаған бұзақы бірден орнынан достарымен атып тұрып Питердің артынан барады. Алайда бұзақы жақындамай жатып Питер артында болып жатқан барлық нәрсені сезіп тұрады. Ауада қалықтап ұшып бара жатқан ұшақ, дәлізде ұшып жүрген шыбын, тіпті сыныптасының түтікшеден үрлеп шығарған су молекуласы барлығын сезеді. Оның назарынан ештеңе де тыс қалмайды. Сосын бұзақ келеді, оның артынан қатты соққымен соғады. Бірақ Питер мұны да сезіп одан жалтарып қалады. Ал бұзақының бұдан кейін жағдайы өте ауыр болады. Жалпы ары қарай не болды? Сол туралы білгің келсе, мына ссылка арқылы өтіп біздің Telegram каналға 9287 кодын белгілеп осы фильмді толық оригинал форматта қарай аласың.